Кино тарихындағы ең ұзақ түсірілген фильм. Аңыз режиссер Стэнли Кубрик перфекционист, сол себепті өзінің идеяларын экранға толыққанды 100%-ды абсолютті дәлдікпен жеткізгісі келетін. Өзінің соңғы фильмі «Широко закрытыми глазами»ді 15 ай бойы түсірген. Ойлаңыздаршы, 15 ай бойы. Үздіксіз тоқтамай 15 ай түсірген үшін әлемдік Гиннес рекордтар кітабына кіреді осы фильм. Салыстыратын болсақ, Питер Джексон сол 15 айда «Властелин колец» трилогиясын түсіріп тастаған. Фильмдарына қатты қараған соншалықты жай ғана есікті ашып жапқанына 95 дубль түсірген. Жалпы аңыз режиссерға американдықтардың айда қонғанының өзін түсірді деген сыбыстар да бар. Мысалы 2001 «Космическая Одиссея» деген фильмі кино әлемін өзгерткен болатын. Себебі бұндай фильмдер түсіру адамның қолынан келмейді деп ойлаған ғой. 1968 жылы түсіріп тастаған. Космос туралы. Жалпы мықты фильмдары өте көп. Сіздер үшін ең мықты фильмі қандай, оны комментарияға жазып кетіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз достар. Сәттілік.